Саламатсыздар ма студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Ақтау көлік колледжінің физика пәні оқытушысы Тұяқова Меруерт Әлханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атом ядросының құрылысы және Резерфорд тәжірибесі. Оқу мақсаты атом ядросының құрылысымен таныстыру, Менделеев кестесінде кез келген элементтің ядросындағы протон саны мен нейтрон сандарын табуды үйрету. Атом ядросындағы нуклондарды ұстап тұратын күштің қасиеттерімен таныстыру. Ядролық реакцияларды теңестіруді үйрету. Студенттердің оқу материалын талдай білу дағдысын дамыту. Жан-жақты болуға, өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу. Студенттер үшін оқу нәтижелері: кез келген химиялық элементтің ядросының құрамын анықтай алады. Өз бетімен реакциялық теңдеулерді теңестіре алады. Қызығушылық қабілеті ашылады. Атомның ішінде электр зарядтардың орналасу тәртібін анықтау үшін 1911 жылы Резерфорд өзінің шәкірттері Гейгермен және Марстенмен бірге тәжірибе жасаған болатын. Альфа бөлшектер шоғын өте жұқа алтын фольгадан өткізіп, бірнеше тәжірибелер жасады. Осы тәжірибелерді зерделеу нәтижесінде атомның ядролық, басқаша айтқанда планетарлық моделін ұсынды. Тәжірибеде алынған нәтижелерді зерделей отырып Резерфорд өз моделін ұсынды. Ол атомның оң заряды оның ортасында орналасқан радиусы шамамен 10-15 дәрежесіндегі өте аз көлемге жинақталған деген қорытындыға келді. Бұл орталық бөлшекті Резерфорд ядро деп атады. Атомның массасы түгелдерлік осы ядрода шоғырланған. Ядроны айнала әртүрлі орбиталар мен электрондар қозғалып жүреді. Ең шеткі электрон орбитасының радиусы атомның радиусына тең. Бұл үлгіні күн жүйесінің құрылымына ұқсайтын болғандықтан атомның планетарлық моделі деп те атады. Атомның құрылысына тоқталайық. Біз білетіндей, атом ядродан және электроннан тұрады. Ядроның өзі оң зарядты протоннан және заряды жоқ нейтроннан құралған. Атом ядросын өлшеуді 1920 жылы ағылшын физигі Чедвик жүзеге асырды. Атом ядросының заряды ядролық сан мен элементар зарядтың көбейтіндісіне тең болатын. Элементар зарядты Е әрпімен белгілейміз, және де ол тұрақты шама. Оның сан мәні 1,6 көбейтілген 10-19 дәрежесіндегі кулонға тең болатын. 1932 жылы Иваненко мен Гейзенберг ядроның протон-нейтрондық моделін ұсынды. Протондар мен нейтрондар санының қосындысы массалық сан деп аталады. Протондар мен нейтрондар жұбын нуклондар, ал жалпы түрде атомдар ядросын көбіне нуклидтер деп атайды. Мысалға, біз бериллий ядросындағы протондар саны мен нейтрондар санын анықтап көрейік. Химиялық кестеде бериллий 4-ші түр, яғни оның реттік нөмірі 4-ке тең. Демек, протондар саны да 4-ке тең, ал массалық саны 7-ге тең. Нейтрондар санын табу үшін массалық саннан протондар санын азайтамыз. Демек, нейтрон 3-ке тең болады. Протондар саны бірдейде, ал нейтрондар саны әртүрлі нуклидтерді изотоптар дейді. Алдарыңызға сіздердің сутегінің изотоптары көрсетілген. Олар протий, дейтерий және де тритий. Енді біз кейбір химиялық элементтердің атомының құрылысын қарастырайық. Олар литий, сутегі және де гелий. Біздер жаңа сутегі атомының изотоптарын анықтадық. Ендігі литий мен гелийдің изотоптарын анықтаңыздар. Ядрода нуклондарды берік байланыста ұстап тұрған күшті ядролық күш деп атайды. Ядролық күштердің қасиеттері: қысқа әрекетті күштер, зарядтарға тәуелсіз және де қаныққыш күштер. Бөлшек немесе атомдық ядро басқа атомдық ядромен өзара әсерлескенде, осы ядро
жаңа ядроға түрленсе, бұл өзара әрекет ядролық реакция деп аталады. Алдарыңызға сіздердің уран элементінің ядролық реакциялары көрсетілген. Енді бүгінгі тақырып бойынша негізгі ақпараттар. Атомның центрінде оң зарядталған ядро орналасады. Күннің айналасындағы планеталар сияқты электрондар ядро айналасында дөңгелек және эллипстік орбита бойымен қозғалады. Орбита деп отырғанымыз бұл жол. Электрондар орбитада центрге тартқыш үдеу тудыратын ядроға кулондық тартылу күшімен ұсталып тұрады. Атомдағы электрондар саны элементтің реттік нөміріне тең болып келеді. Электрондар электрондық қабықша түзе отырып, үлкен жылдамдықпен қозғалады. Сіздерге тапсырма. Алдарыңызда берілген 3 химиялық элементтің ядролық құрамын анықтап жазамыз.